Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгінгі рецепт фунчуза салаты. Осы рецептпен дайындап жүргеніме 4-5 жыл болды. Өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін көруіңізді өтінемін. Маңызды сәттерді жіберіп алмаңыз және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдымен бізге қажетті заттарды дайындап турап қоямыз. Болгар бұрыштары, пияз, редька, сельдерей, сарымсақ, қияр, сәбіз, дәмдеуіштер және ет қажет болады. Етті видеода көрсеткендей ұрғылап жұмсартып алсақ, ет тез әрі жұмсақ пісетін болады. Осылай ұзын көлемде тураймыз. Еттің орнына тартылған ет, яғни фарш қолдансаңыздар болады. Табамызды отқа қойып, сұйық май құямыз. Май қызғаннан кейін етімізді салып, қуыра бастаймыз. Осылай қуырып бастаған кезде тұз салуды ұмытпаймыз. Етіңіздің тез піскенін қаласаңыз, табанын бетін жауып қуырыңыз. Еттің өзі 5 минуттай қуырылғаннан кейін пияз салып бірге қуырамыз. Табанын бетін жабамыз. Астыңғы отын жай қойып, енді осы өз буында 20 минут қуырылады. Ет піскеннен кейін үткіштен өткізілген сәбіз бен редьканы және туралған болгар бұрышы мен сарымсақты салып араластырамыз. 2 минут қуырып, астыңғы отын өшіреміз. Одан көп уақыт қуырылса, көкөністер жұмсарып кетеді. Келесі фунчозаның лапшасын дайындаймыз. Темір ыдысқа лапшаны салып, үстінен қайнап тұрған су құямыз. Астыңғы отын жағып, лапша толық піскенше қайнатамыз. Шамамен 3 минуттай. Әр фунчозаның лапшасы әр түрлі піседі. Кейбіреуі тек қайнаған суға салсаңыз пісіп шыға келеді. Лапша піскеннен кейін міндетті түрде жабыспау үшін салқын суға салып аламыз. Лапшаның үстінен ыстық болып тұрған ет пен көкөністерді, туралған қияр мен сельдерейді және қарабұрыш саламыз. Осындай фунчозаға арналған кез келген дайын соусты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Рецепті барынша түсіндіруге тырыстым. Салат дайын. Осы рецептпен сіз де дайындап көріңіз. Егер рецепт ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.